Күнделікті күйбең тіршіліктен үйге келіп бір сәт тынығып алғың келеді. Алайда айналаңызда ештеңенің дыбысы шықпаса да, құлағыңызға тұрақты түрде ызыңның үндері естіліп тұрады. Бұл естіп жатқаныңыз құлақтың шыңылдауы, яғни кез келген сыртқы дыбыс көзінсіз пайда болған дыбыстарды ызың немесе зыңыл сияқты қабылдау. Құлақтың шыңылдауы ежелгі Вавилоннан бері барлық адамзаттың Леонардо да Винчиден бастап Чарльз Дарвинге дейін мазасын алып келді. Бүгінде әлемде шамамен әрбір 7-ші адам осы есту сезімін бастан кешіреді. Сонымен бұл тұрақты дыбыс қайдан шығады? Әдетте сіз бір нәрсе естігенде, дыбыс толқындары құлағыңыздың әрбір жеріне жетіп, иірім түтіктер арқылы ішіндегі сұйықтықты ығыстыратын тербелістерді түзеді. Егер тербелістер жеткілікті түрде үлкен болса, оларды химиялық реакция тудырту арқылы биоэлектрикалық сигналдарға ауыстырады. Бұл жүйке жүйесінің импульсы миға есту жолымен жеткізіледі. Мұнда олар біз қабылдай алатын деңгейдегі дыбыстарға түрленеді. Алайда құлақ ызыңдайтын жағдайлардың басым көпшілігінде жұмбақ дыбыстарды шығаратын жүйке жүйесінің дыбыстық толқындары сіздің құлағыңыз арқылы мүлдем өтпейді. Керісінше олар ішкі жүйеде өзіңіздің орталық жүйке жүйеңізде жасалады. Әдетте бұл өздігінен жасалынатын сигналдар естудің маңызды бөлігі болып табылады. Барлық сүтқоректілер жүйке жүйесінің белсенділігін есту жолдары арқылы көрсетеді. Дыбыстар болмаған кез сіздің жүйке жүйеңіздің үнсіздік кодын белгілейтін тыныштық кезеңі. Дыбыс пайда болған кезде бұл әрекет өзгеріп, миға тыныштық пен дыбысты ажыратуға мүмкіндік береді. Алайда есту жүйесі айтылған сигналға әсер етуі мүмкін. Қатты шу, аурулар, токсиндер, тіпті табиғи қартаю иірім түтік жасушаларын зақымдауы мүмкін. Олардың кейбіреулері бірнеше сағат ішінде емделеді. Бірақ егерде жасушалар уақыты келіп, немесе жеткілікті мөлшерде өлсе, есту жүйесі сезімталдығын жоғалта бастайды. Ақпаратты тарататын иірім түтіктер жасушаларының саны аз болған сайын, кіріс дыбыстары әлсіз жүйке сигналдарын тудырады. Салдарынан көптеген айналамыздағы дыбыстар мүлдем жоғалуы мүмкін. Мұның орнын толтыру үшін сіздің миыңыз есту жолын бақылауға көбірек күш жұмсайды. Сіз радио тетіктерін реттей алатын сияқты. Мида жүйке белсенділігін өзгерте алады. Сонымен қатар, айқынырақ сигнал алу үшін баптау тетігін икемдейді. Бұл жүйке белсенділігін арттыру сіздің әлсіз есту қабілеттерін өңдеуге арналған. Алайда ол сіздегі үнсіздік қалпын да өзгерте алады, яғни дыбыстың болмауы мүлдем үнсіз болмайды. Бұл субъективті құлақ шыңылдауы деп аталады, және бұл құлақтың шыңылдау жағдайларының басым көпшілігін құрайды. Субъективті құлақ шыңылдауы бұл іс жүзінде барлық белгілі құлақ ауруларына байланысты симптом, бірақ бұл міндетті түрде жаман нәрсе емес. Оның пайда болуы таңғаларлық болғанымен, субъективті құлақ шыңылының жағымсыз салдары болмайды. Бірақ кейбіреулер үшін құлақтың шыңылдауы жаралы естеліктерді немесе дыбыстың қарқындылығын арттыратын басқаша күйзелтетін сезімдерді тудыруы мүмкін. Бұл психологиялық цикл көбінесе мазасыз құлақ шыңылдауы деп аталатын посттравматикалық стресс, ұйқысыздық, мазасыздық және депрессия белгілерін күшейте алатын жағдайларға барады. Субъективті құлақ шыңылдауына белгілі бір емдеу әдісі жоқ. Сондықтан дәрігерлер адамдарға жасай алатын ең маңызды нәрсе бұл есту жүйесін түсінуге көмектесу және осы жиі мазалайтын дыбыстармен бейтарап ассоциацияларды дамыту. Мысалы, дыбыстық терапия жаңбыр, құстар дыбыстары немесе музыка сияқты шуылдарды құлақтың шыңылдау әсерін және стрессті азайту үшін қолданады. Ақпараттық бүркемелеу деп аталатын бір үлгіде миды құлақтың шуылынан алшақтататын күрделі есту сигналдары қолданылады. Энергетикалық бүркемелеу деп аталатын тағы біреуінде кері жағдайда құлақтың шыңылдауына сигнал беретін нейрондарды иемдену арқылы пациенттің құлағымен бірдей жиіліктегі дыбыстарды қолданады. Кеңес берумен қатар емдеу кезінде бұл ақпарат адамдардың құлақтың шыңылдауына деген көзқарасын қайта бағалауға мүмкіндік береді. Тыныштықтың дауысын жоғалту аз дегенде мазасыздық тудыруы мүмкін. Құлақтың шыңылдауы миыңыздың қоршаған әлемді үнемі талдайтынын көрсетеді, тіпті ішкі ызыңды сүзгіден өткізбесе де.
Басқаша айтқанда, құлақтың шуылдауын сезіну, тіпті бұл әңгімені мүлдем тыңдағыңыз келмесе де, өз-өзіңізбен сөйлесіп жатқан миыңызды тыңдау сияқты. Сіздермен болған IQ. Келесі видеоларда кездескенше.